Ұшқан бақ. Мен 1988 жылы Қарақалпақстан жерінде шағын отбасында дүниеге келдім. Отбасымызда әке, шешем, әпкем және менен кейінгі сіңіліммен 5 жан едік. Әкем өте момын, 5 саусағынан өнер тамған ұста болатын. Қақ соқпен шаруасы жоқ, өз жұмысын істеп, демалыстарда ащы судан ұрттап қойып, ешкімге зиянын тигізбей, өзімен өзі жүре беретін. Ал анам керісінше долы мінезді, адуын кісі еді. Осы мінезіне сай, анам әу бастан-ақ отбасымыздың матриархатты орнатқан екен. Әкем тек табыс тауып әкеледі, ал анам оны жаратып, отбасылық мәселелердің барлығын ақылдаса келе өзі шешім қабылдайтын. Тұрмыс жағдайымыз төмендеу болатын. Жалғыз табыс табатын әкем еді. Ал анам ешқашан жұмыс істеп көрмепті. Мектеп қабырғасынан шыға салып ақ әкеме тұрмысқа шығып кеткен екен. Содан бері үй шаруасын жасап, бізді дүниеге әкеліп бағып, өсіріп үйде отырған. Тек арасында ғана әйтеуір тігіс тігіп, аздап тиын табатын еді. Анамның жолын қуып, әпкем де мектепті бітіре салып, көрші ауылға тұрмысқа шығып кетті. Әпкемнен кейін ізінше мен де мектепті бітірдім. Отбасымыздың тұрмыстық жағдайына қарап, жоғарғы білім алу жайлы сөз де қозғамадым. Анам болса, байға ти болмаса жұмыс деп ақша тап деп, мені көкөніс сататын базарға бір құрбысының жанына көмекші етіп жіберді. Сөйтіп ересек өмірге қадам баса салып ақ ауыр еңбекке жегілдім. Күнде әтеш шақырғанда оянып, шала шарпы бетімді жуып, бір кесе шәй ішсем іштім, ішпесем түске қарай жұмыста бірақ ішетінмін. Бара салып қап-қара жеміс пен картоп, пиязды сортировать етіп, пакеттерге саламын. Шірік-мірігін қоқысқа жібересің. Укроп, петрушка секілді көктерді бір келкі бума етіп жіппен орап сатылымға шығарасың. Осылай таңертеңнен кәрі кешке дейін суық складта салпаңдап жүресің де қоясың. Әкем секілді мен де бар тапқанымды шашауын шығармай үйге келіп, анамның алақанына салатынмын. Сөйтіп, 2005 жылы туған туыс ауылдастарымыз Қазақстанға үдере көше бастады. Ойбай елге қоныс аударып келіп жатқан оралман қазақтарға қомақты түрде қаражат беріп, яғни квота, азаматтық беріп жатыр екен. Ол жақта тұрмыс жағдай жақсы екен, барып бар жағдайыңды жасап аласың, деп айтып жатқан соң, анамның құлағы елеңдеп, әй қожабай, үйді сатуға қоямыз, ар жақ бер жақты жинай бер, мен құжаттарымызды реттестірейін деп, әкеме бұйрықты берді де, өзі шұғыл іске кірісіп кетпек болып ауданға кетті. Қазақстанға көшетінімізге сіңілім екеуміз де қатты қуандық. Ол жақта елге барсақ, бүкіл өміріміз өзгеріп, болашағымыз жарық болатын секілді, іштей көкірегімді керемет бір сезім кернеді. Әкем мен сіңілім үшеуміз 3 бөлмелі кішкентай үйіміздің айналасын жинастырып, қажет деген дүниелерімізді буып түйе бастадық. Алайда сатылымға қойған үйіміз тез арада сұраған бағамызға өте қоймады. Әкем анама: «Балқия, үйді сатуға асықпайық та, кім біледі, ертеңгі күні ол жаққа барғанда бізді құшақ жая қарсы алып, қолымызға үй алыңдар деп қомақты ақша ұстата қоятындарына аса сенімді емеспін. Екі ортада үйсіз-күйсіз қаңғырып қалмаймыз ба?» деп сеніміз түрмен қарап еді анам: «Әй қойшай, сен де мүләйімси бермей, жұртпен бірге көреміз де, осылай отыра береміз бе? Анау Күләйша кеткелі 3 ай болды. Квотасын алып, сол жақтан жер алыпты. Енді артынан ұлдары барып, үлкен үй салып жатыр екен. Ортаншы баласы мәшине алып такси болып жұмыс істеп жүр екен. Келіні сол жаққа барып босанған екен. Тәп-тәуір жөргек бұл мен ай сайын пособие алып отыр. Мына қыздардың да болашағын ойлайық та, мұнда өзбекке құл болғанша сонда барып өз елімізде сұлтандай болып өмір сүрмейміз бе? Болды,
үй сатылмаса да құлыптап кете береміз. Сол жақтан пәтер жалдап тұрамыз. Кейін клиент болса үйді сатып жер аламыз. Квота алып бізде үлкен үй тұрғызып аламыз деп кесіп айтты. Анам осыны айтып жатқанында бетіне қан жүгіріп, құдды бір сонда барып, барлығын жайғастырып қойғандай еді. Әкем басын қасылап отырды да, қой, олай болса мен ұстаханадағы заттарымды жинастырайын деп, орнынан тұрып сарай жаққа қарай беттеді. Арада біраз уақыт өткеннен кейін нағашы жұртымызға еріп, буынып-түйініп біз де Қазақстанға қоныс аударып келдік. Алматы облысы Қарасай ауданына қарасты үлкен селоға келіп, нағашы тәтеміздің отбасымен бірге иесіз шағын үйді жалдап жайғасып алдық. Мұнда біз жақтан көшіп келгендер көп екен. Өзіміз Алматыға емес, Қарақалпақстандағы басқа бір ауылға келгендей сезіндім. Нағашы тәтем мен атанам күнде халыққа қызмет көрсету орталығына барады. Әйтеуір азаматтық квота алу үшін құжат тапсырамыз деп анда да мында да кетеді. Ал сіңілім осындағы жергілікті мектепке барды. Мен де қарап отырмайын деп жан-жағымды айнала шолып қарай бастадым. Бір жұмыс тауып алсам екен деп өзіміз секілді көрші оралман қыз-келіншектермен танысып сұраса бастадым. Сөйтіп 2 жеті өткеннен кейін сондағы жергілікті жағдайы жақсы бір отбасына үй тазалаушы болып жұмысқа жалдандым. Жұмыс беруші хозяйка Мадина ханым маған: «Жансая, сендер жақта келгендер үй тіршілігіне пысық болады екен. Сенің алдыңда істеген жас келіншек те үй тіршілігімен қара жұмыстан қашпайтын өте пысық еді. Бар шаруаны жылдам әрі тыңғылықты орындайтын. Аяғы ауырлап қалған соң амалсыз кетуіне тура келді. Сен де сондай өз ісіңе адал, пысық болады деген үмітпен жұмысқа алып жатырмын. Не подводи меня» деп күліп қойды да мені жұмысқа алды. Жап-жақсы айлық беруге уәде етті. Содан анама айтып едім, анам қарсы болмады. Керісінше қуанып кетті. Жансая, квот алғанша жұмыс істегенің жақсы, құжат жөндеуге де біраз қаражат қажет болады. Істей бер деді де сосын: «Сүмірейіп жүре бермей жан-жағыңа қарай жүр. Жергілікті отбасында жұмыс істейтін болсаң, солардың таныс туыстарына көз қырыңды сала жүріп, болашағыңды ойла. Тек осы жердің жігітіне, жағдайы тәуір отбасына тұрмысқа шығуға тырыс», деп нақтылап тұрып айтты. Мен шынымды айтсам, тұрмысқа шығу жайлы көп ойлай бермейтінмін. Өйткені әпкеме қарайтынмын да, бұлай күйеуге шыққанша шықпағаным дұрыс-ау деп ойланып қалатынмын. Әпкем бақытсыз еді. Жездем көп ішетін. Ішіп алғанында әпкемді еш себепсіз ұрады екен. 2 рет беті көгеріп, баласымен жылап келгенінде анам: «Өзің байсырап тиіп алған күйеуің, сендерді мен қосқан жоқпын, шыдайсың енді» деп қайтарып жіберген болатын. Сонда әпкеме қатты жаным ашып жылап едім. Содан бері ер адамдардың барлығы жездем секілді көрінетін. Мектеп қабырғасында жүргенімде мінезім бұйығы болып өстім. Бірақ өте реңдедім. Сыныптағы ұлдардың көпшілігі дос болайық деп сөз салғандарында қашатынмын. Өйткені отбасылық жағдайымыздың төмендігінен қысылатынмын. Бірен-саран ғана достарым бар еді. Соның бірі Айсара атты жалғыз құрбым болатын. Сонымен ғана сырласатынмын. Ол да болса ауылда қалып қойды. Сөйтіп келгенімізге 2 аптаға жуықтаған уақытта Мадинаның үйіне домработница болып жұмысқа шықтым. Аптасына 3 рет барып, 2 қабатты үйін жылан жалағанда етіп тазалап кететінмін. Мадина орталықтағы базарда 2-3 точкасы бар шетелден әйелдер киім-кешегін әкеліп сататын. Жолдасы қалада банкте бір бөлімді басқарады екен. Үлкен қызы студент, одан кейінгі ұлы жоғары сыныпта оқитын. Ал кенже қыздары балабақшаға баратын. Кейде Мадина осы кенже қызын бақшадан алып келші деп қосымша ақы төлеймін деген соң, қолы тимей жатқан кездерінде алып келіп, хозяйкам келгенше ұлы екеуіне кешкі астарын беріп қарап отыратынмын. Әрине мұным үшін қосымша ақы төлейтін. Сөйтіп көлігімен үйге дейін жеткізіп салатын. Біздің жалға алған үйіміз Мадинаның үйіне алыс емес еді.
бір ауылда көшенің бас жағында болатынбыз. Бір күні әдеттегідей жұмыстан шығып, көшенің бойында жаяу келе жатыр едім. Жаныма әдемі көлік мінген бір жігіт тоқтай қалып: «Қарындас, жаяулатып қайда барасыз? Отырыңыз, баратын жеріңізге жеткізіп салайын», дейді. Еңкейіп қарасам, өте келісті, жүзі жылы жігіт екен. Әдетте өте сақ едім. Қырындаған бейтаныс жігіттерге қабағымды түйіп, жандарынан өте шығатынмын. Ал мына жігітке өйте алмадым. Жымия қарап отырған жігіттің көлігіне қалай отырғанымды да білмеймін. Белгісіз бір күштің әсерімен алдыңғы орындыққа жанына жайғастым. Отыра салып-ақ танысып алдық. Бұл жігіттің есімі Серік екен. Осы ауылда туып өскен ұлы жүздің жігіт екен. Қалада, Алматыда жұмыс істеп, сонда пәтерде тұрады. Мұнда ата-анасына келіп тұрады екен. Ол мені үйге дейін апарып салайыншы деп өтінген соң келістім. Өзім де аздап шаршап тұр едім. Жеткізіп салғанына қуанып қалдым. Сөйтіп екеуміз жол бойы танысып, әңгімелесіп келдік. Үйге жеткен соң: «Жаник, дос болып кездесіп, әңгімелесіп тұрсақ қалай қарайсың?» дегенде қызарақтап ұяла келістім. Мені Жаник деп еркелете сөйлегені қатты ұнап қалды. Бала кезімнен ата-анамнан жылы сөзді көп ести бермегендіктен жүрегім елжіреп қалды. Сөйтіп Мадинаның үйіне барған сайын көшеде жан-жағыма алаңдап Серікті іздейтін болдым. Серік Мадинаның үйінен 4 үй ғана ары тұрады екен. Бірақ қанша көргім келгенімен Серік көзіме түспеді. Ол кездері ұялы телефон деген енді ғана шығып жатқан болатын. Сонда да оны қолы жететіндер ұстайтын. Серіктің ұялы телефонның номерін де алмаған екенмін деп өз-өзімді сөктім. Сөйтіп тұра кейде ойланып қалатынмын. Маған не болды сонша бір көрген жігітті ойлай беріп? Ол маған ештемеге уәде берген жоқ қой. Тіптен ол мені ұнатады ма екен? Әлде жай ғана қырындап, ертесінде ұмытып кетті ме екен деп ойым сан-саққа кетті. Бірақ іштей оны ұнатып қалғанымды білетінмін. Бір көргеннен ғашық болу деген осы шығар деп ойладым. Оны көргім келіп, кездейсоқ кездесіп қалғым келетін. Ойнақы сөздері мен жымиғаны, тап-тұйнақтай киінгені, үстінен қымбат әтірдің иісі шығып, көңіліңде ерекше майсайтатындай еді. Көлігі де өзіне жарасып тұратын. Қара көзілдірігін тағып алғанында құтты теледидардағы кинода ойнайтын заманауи актерларға ұқсайтын.